встречи считаю минуты. Да, ребята, на самом деле я в последнее время пропадаю в сторисах, даже в WhatsApp, ни с кем не общаюсь, так как у меня сейчас сессия, экзамены. И, кстати, да, я сегодня сдала 2 экзамена на отлично, на 5. Такая довольная, счастливая, приехала на съемку, рекламную съемку закончили, только что вышла, покушала. Сейчас дальше по делам, потом мне нужно домой, потому что на этой неделе у меня еще 2 экзамена. Надо готовиться. Вот. Всем спасибо, всех люблю, всех обожаю, всех уважаю. Сдам экзамены, сессию закрою, потом выросла, буду активной, обещаю. Когда мужчина влюблен, воздух ему... Привет. Это тебе. Серьезно? Спасибо. Разрывая, обнимая сердце в клочья. Между нами море слез смоет дождь. А я твоя, вспоминаю то, что было ночью между нами. А я твоя. Я llamando mi atención, mi causa una Біз деген съемканы аяқтап, барлық күштілдік енді күшті болып шығайын деп жатыр. Ешкім күтпеген нәрсе болайын деп жатыр. Сонымен сылтаумен қайтып бара жатырмыз. Спасибо. Достар, алдын естеріңізде болса, мен сіздерге трейдинг саласын айтқан болатын. Яғни трейдингті сауда жасау арқылы жақсы табыс табуға болады. Яғни сіздер ол жақта теңгемен емес, уже долларлап табыс табасыздар. Дәл қазір сіздерге қалай екенін вспомнила кое-что. Так что тебе расскажу. Папаның машинасына айдап кеттім, да, на жақын жерге. Буквально бір 2-3 минуттық жерге. Есть категория водителей, которые не могут водить чужие машины. Они үйреніп қалған өзінің машинасын айдауға. Басқа машинаны айдай алмайды. Мен үшін ол таңғаларлық дүние. Потому что в свою очередь я мастер по вождению. Понимаете? То есть я могу даже водить танк по массе. Чтобы вы понимали, танк это такая огромная машина, более как вездеход, что ли, сондай. Любую машину могу водить. Как говорится, это мой вайб. А вот есть люди, которые не могут. Ой, ну, что, как был? Давай, по ощущениям, я сейчас сцен будет 2-й курс актерского мастерства. Короче, вот такой. Вот, просто сама снизу. Вот. Ее видели? Нет, не видел, опять же. Я вот такой прям набор видит. Недосказанность. Так, отсюда, да? Да, вот нормально. Смотри, когда ты бьешь с правой стороны, ты можешь, чтобы камера не увидела этот момент пощечины, там звук может. Ты, получается... Я потом отдельно снимем монтаж. То есть это сразу рукой так производит. Чуть-чуть небольшой шаг вправо. И с собой перекрываешь. Вот. Я вот так беру, ты отыграешь, да? Да, и все. Так, давай, Ну, как будет водить, ты отыграешь. Да. Вот так, да. давайте общаться снимем сразу. Хотел спросить еще один салон. You will never... Біздегі сцена. Енді сөйлей берсең болады. Иә, осындай дайындық. Аяқталды. Билет көрдіңіздер ғой? Саламатсыздар, қайырлы күн, қалыңыз Турцияның Анталия, Памуккале, Каппадокия қалаларына 5 жұлдызды гостиница, завтрак, гид, экскурсия, ешқандай арасында трансфер барлығы тегін. Тек самолет билет әуе тұржын аласыздар. Саламатсыздар, қайырлы күн, бағасы бізде 25 мың теңге доставка тегін. Сіз оны қолданыңыз. Гүлбаршын хан бар ма? Өзінің күшін көрсетеді. Алтынай ханым Жалалабад бар ма? Сайда ханым Ош бар ма? Сайда ханым тағы да Ош екі рет кетіп баратырмын. Бар ма? Нурка ханым бар ма? Нурка ханым тағы да бар ма? Азат Бишкек бар ма? Азат тағы да Бишкек бар ма? Значит, екеу болған. Мен алғам, жақсы жардам беріп жатады. Рахмет үлкен, Жанна ханым. Үлкен рахмет. Наргиза ханым бар ма? Наргиза ханым тағы да бар ма? Қырғызстан.
Наргиза ханым сіз қанша болғансыз? Тағы да Наргиза ханым шығып жатыр. Мен 4 рет жазып жіберген жоқпын бекен. Махаббат ханым, Шымкент, бар ма? Наргиза ханым тағы да. Значит, төртеу алған. Алып кел екеуін Екеу алған ғой, значит, ол кісі. Значит, екеу алған ол кісі. Гүлбаршын ханым, Бишкек бар ма? Алтынай ханым, Жалалабад бар ма? Махаббат ханым тағы да, бар ма? Жорабаева бар ма? Тағы да Жорабаева ханым, Бишкек бар ма? Ал енді Ташкентке қалай аламыз? Достар, Эльмира ханым, Ташкентке доставка бар, мына номерге жазыңыз. Астында белгіленіп тұр ғой, толғанай төлеп берген сол номерге жазсаңыз, сіздерге толық ақпарат береді. Жаңағы атаған адамдардікін мен салып жатырмын осында. Go, let's go. Кет. Гүлбаршын ханым кетті. Мынаны су ішіп алсай? Тамақ ішейін өтсін бе сен? жазып жатыр ма? Қолдан тамақ ішіп алшы сен. Ана қоя сал, тоғанай жауап береді қазір. Жазıyoruz. Номер закрепление отыр ма? Ау? Номер закрепление Я отыр ма? түрпей беріп тұр тоғанайдың номер. Kan жоқ қой. Астында тұр. Инстаграм. Міне салынып жатыр достар, ешкімді алдамайды, барлығы шынайы түрде өтеді. Осы уақытқа дейін алдыңғы аптада біз 5 адамға ойнатқанбыз. 100% шынайы. Және де достар, бұл жерде менің мақсатым сіздерді әшейін Турцияға жіберу емес. Турция, конечно, ол чудеса, мықты жер, шетелді көресіздер, ар-бер. Бірақ сіздер ең бастысы осы өніммен өздеріңіздегі проблеманы шешу мен үшін сол маңызды да. Бұл қолтықтағы, алақандағы және де аяқтағы, бұттағы жағымсыз істерменен тершеңдіктен тез арада арылтатын өнім. Бір аптаның ішінде кішкентай әдемі. Еще ол ұстамайды, айналған кезде төмен түсіп кете береді, картошкасы бар ма? Ананы тастайды. 19 мың теңге. 19 мың бай. 20 мың. Кейін негізі эфир кезінде бағана негізі сөйтіп айтып едік қой. 25 мың теңге болады. Эфир біткенше. Достар, былай қазір... Болды жайты. Айтып қойдым болды. Біз кетеміз. Жоқ, айтайық та сөйтіп, прямойда біз сөйтеміз ғой. Розыгрыш кезінде... Розыгрыш кезінде қазір сіздерге максимальный скидкамен 19 мың теңге. Еще сіздер бұл өнімді сатып алып, қолтық, алақан, аяқ, жағымсыз естермен тершеңдіктен тез арада араластап, сонымен қатар сіздердің аттарыңыз бұна барабанға салынады. И содан кейін Турцияға 10 жолдама ойнатамыз. Тағы да қолыма келіп жатыр қағаздар, барлығын қазір оқып отырып салатын боламын. Тез мұна номерге жазамыз достар.